ағасы. Біз бұнда бұл диалогтардың барлығы біз алтын сабақтың жеке сөздерін оқыдық қой. Сол жеке сөздер қайтты кіріскен диалогтар, сөздер, е? Бұл алтын сабақтың диалогы сәл көбірек екен. Бізде енді сөздерді көбейгеннен қайтеді, диалогтарда кішкене үлкейеді, көбірек болады, е? Бұл бір жағы жеке сөздерді біз оқимыз, бір жағы сол жеке сөздерді біз қалай қолданамыз, қалай сөйлейміз, е? Сол диалогтар арқылы көріп отырамыз. Бұл енді жеке сөзде азырақ болады да, диалогы да кішкене болып, ал жеке сөзі көбейген сайын қайтеді, диалогтарды үлкейе бастайды. Былайша айтқанда біздің сөздік қорымыз үлкейе бастайды, көбейе бастайды, молая бастайды деген сөз. Сондықтан 6-шы сабақтың диалогын біз қазір 4-ке бөліп отырмын. Өйткені кішкене қандай сөзі де қанша өте көп, 30 қанша сөз бар. Енді оның диалогын қайтып отыр, 4-ке бөліп отыр. Мысалы біз жаңағы диалогтарында әр қарай бірінші диалогта біз бір адаммен танысу, сіздің фамилияңыз жайында сұрадық. Екінші диалогқа келген кезде сіздің қай ел азамат екеніңізді қалай сұрау керек, со жайында болды. Енді қазіргі біздің диалогымыз осы 6-шы сабақтағы мынау и анау деген сөздердің қолданысы қалай болады. Сол кіріскен кімнің, сенің, менің деген сияқты сөздер көп кіріскен диалог болады. Мысалы, 这是什么? 这是什么? 这是дегеніміз неменеді? Мынау, немесе бұл. Нашы болатын болса, анау, ана деген сөз. Ал мынау 这是, мынау, мына. 这是什么? Бұл не, 什么дегеніміз неменеді? Не, немене деген сөз. 这是什么? Бұл не. 这是书, 这是书. Бұл шу деген сөзіміз неменеді? Кітап. Бұл кітап. 这是书. 这是什么书? 这是什么书? Бұл 什么дегеніміз қандай? 这是бұл қандай кітап. 这是中文书. 这是中文书. Бұл қандай кітап екен? Қытайша. Біз жаңеректе соңғы сөздерді оқыдық. Вен деген сөз. Ша, ше, жалғау болып келеді. Жуңвен, еңвен, фавен, дөвен дегендегі. Вен. Қытайша. Қытай тілі кітап емес, қытайша кітап. 这是谁的书? Бұл шей деген сөз неменеді? Кім? Шейді шу, кімнің? Ды дегеніміз нің жалғауы, нің дың. 这是 бұл кімнің кітабы? 这是老师的书. 这是老师的书. Бұл 老师дегеніміз кім еді? Мұғалім, ұстаз. Бұл мұғалімнің кітабы. 这是什么? 这是什么? Бұл не? 这是书. 这是书. Бұл кітап. 这是什么书? 这是什么书? Бұл не кітап? 这是中文书. 这是中文书. Бұл қытайша кітап. 这是谁的书? 这是谁的书? Бұл кімнің кітабы? 这是老师的书. 这是老师的书. Бұл мұғалімнің кітабы. 这是什么? 这是什么? 这是书. 这是书. 这是什么书? 这是什么书? 这是中文书. 这是中文书. 这是谁的书? 这是谁的书? 这是老师的书. 这是老师的书. 这是什么书? 这是什么? Бұл не? 这是书. Бұл кітап. 这是什么书? Бұл не кітап? 这是中文书. Бұл қытайша кітап. 这是谁的书? Бұл кімнің кітабы? 这是老师的书. Бұл мұғалімнің кітабы.
这是什么？这是书。这是什么书？这是中文书。这是谁的书？这是老师的书。бұл не? бұл кітап. бұл қандай кітап? бұл қытайша кітап. бұл кімнің кітабы? бұл мұғалімнің кітабы. Біз қандай белгілі диалог шығардық. Бұл жерде міне алдында сөздер арқылы өзінде берілген диалогтар. Біз Қытай тілі дегенді байқап отырсаңыздар, біз Қытай тілінде жеке сөздерді оқып, сол жеке сөздерді бірін жалғап, қайтеміз? Сөйлемдер шығарамыз. Әрбір жеке сөздің өзінің мағынасы болады. Сондықтан біз жеке сөздерді жақсырақ үйренейік. Мысалы, сөйлеп кетуге асықпаңыздар. Сіз қанша көп жеке сөзді үйренсеңіз, сіз сонша көп сөйлей аласыз. Сондықтан Қытай тілінде біздегі алфавит сияқты емес, әрбір жеке сөзді қайтуымыз керек, жақсылап тұрып үйренуіміз керек, жақсылап тұрып жазуымыз керек, жақсылап тұрып жаттауымыз керек. Сонда біз қайтеміз, жақсырақ ары қарай сөйлей аламыз деген сөз. Біз негізі енді осы программа бойынша, кітап бойынша біз 2-3 кітап бітіре алсақ, 2-3 кітапта 45 сабақ бар. 45 сабақтың бір кітапта 15 сабақтан кем дегенде 400-500 иероглиф үйреніп қоямыз. Екінші кітапта одан да көбірек болады. Үшінші кітап, сонда жиыны 3 кітаптан біз 1000-2000-ге таяу иероглифтер үйреніп қояды екенбіз. Өйткені сіздер өздеріңіз әрбір сабақтағы сөздерді қосып отырсаңыздар, есептеп отырсаңыздар білесіздер. Мысалы, басынан бастап үйреніп жатқан кісілерге, сондықтан біз қанша сөз білсек, сонша диалог сөйлей аламыз деген сөз. Мысалы, мен енді бірі сіздерге қайталап берейін. 这是什么? бұл не? 这是书, бұл кітап. 这是什么书? бұл не кітап? 这是中文书, бұл қытайша кітап. 这是谁的书? бұл кімнің кітабы? 这是老师的书, бұл мұғалімнің кітабы. Мысалы, 这是老师ның орнына менің кітабым. 这是我的书. 这是朋友的书. Біз жаңа үйренген 朋友деген сөз. Дос деген сөз. Бұл кімнің кітабы? Мысалы, бұл досымның кітабы. 这是朋友的书. Жерге 朋友老师деген сөздің орнына,朋友деген сөзді қоюға да болады. Немесе 这是мама的书. Анамның кітабы. 这是баба的书. Әкемнің кітабы. 这是我的书. Бұл менің кітабым. 这是你的书, сенің кітабың. 这是他的书, оның кітабы. Мысалы, 这是什么? Мысалы, бұл не деп сұрады? 这是书. Немесе, бұның орнына, мысалы, біз өткен 6-ға дейінгі сөздердің ішінде бұл не дегенге сөз келтіруге. Мысалы, біз қандай сөз үйрендік қазір? Мысалы, бұл кітап дейді. Бұның орнына мысалы біз айтуымызға болады. Бұл 这是汉语书, Қытай тілі кітабы. Немесе 这是法文书. Немене? Французша кітап. Біз мұнаның орнына қоя беруімізге болады. Мына жердегі чоңвеннің орнына фавен, енді мысалы жеке сөздерден өткен сөздердің есіме түспей тұр. Кітап деген сөздің орнына 这是мысалы мынау иізі орындық. 这是电视. Бұл телевизор. Біз ол сөздерді үйренген жоқпыз. Өзіміз алтын сабаққа дейінгі үйренген сөздердің ішінде келетін сөздер болса, мына шудың орнына, кітаптың орнына қоя беруімізге болады. Мына жердегі чоңвеннің орнына да қоя беруімізге болады. Фавен, довен, иңвен, шибаявен, алабовен қоя беруімізге болады. Мына жердегі лаушының орнына да, мына жердегі шудың орнына да қоюға болады. Просто мынадар сұрақ. Міне, 这是什么? 这是什么书? 这是谁的书? Бұл үшеуі қандай? Үшеуі міне жердегі бірінші, екінші сұрақ, үшінші сұрақ. Бұл үшеуі сұрақ. Сізден сұрау мүмкін. Сіз енді осыған сұрағанына қарай жауап беруіңізге болады. Міне жердегі мына сөздердің орнына басқа сөздерді қоя беруге болады. Енді біз ары қарай енді 6-шы сабақтың
4-ші диалогын жалғастырамыз.